Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін біз сіздерге Қазақстан Республикасы Түркістан облысы Сайрам ауданының азаматы 1979 жылы дүниеге келген Шерзат ағамыздың мәселесін көрсетеміз. Екі көзді көрмейді екен. Алла қаласа Оңтүстік Кореямен тығыз байланыста отырмыз. Қазір дәрігерлер бізге келсін деп келісімін беріп отыр. Тек қана халықтан бізге қаржылай көмек қажет. Бұл азғантай қаражат емес. Кореяның ақшасымен 75 миллион вон, ал бұл Қазақстанның ақшасымен 30 миллион теңге болмақ. Қолдан келгенше қолдауды көрсетейік, мұсылман бауырлар. Қазір осы видеоның астында көріп тұрған банк шоттар осы Шерзат ағамыздың әйелінің нөмері. Отандастар, ең болмағанда осы видеоны кеңінен таралуына себепші болайықшы. Әзгене болса, мешіт өзі янымызда. Мешітке өзім барып келе білетін дәрежеде болсамам деймін де. Құфтанға шыққаннан достым келеді, кешке өзі әп шығып келеді әр күні. Қалған пәйтлерге илажы болса деймін, өзім шығып келсем үшін мешітке қиналмай деймін де. Şu дәрежеде көршіге әзгене көрсем деймін. Енді ол қиын да бәрібір. Аллаға шүкір қылыш керек. Құлағым ешіп тұрғанға шүкір қыламын. Әшін ешіп тұрып сүрәләні ятлай атмас қолының кейінше Құда қаласа бір түшінмеген жайларын мешіттегі дамаларын сорайман. 15-те hikmetege yetkizdim sekin. Alam nashrah laka sadrak ve wada'na anka vizrak allazi anqada zahrak ve rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab فإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Oturumuz daha değil. Allah'tan ümit kılıp oturumuz yerine. Allah'ım yaxşı. Allah'ım yaxşılığı vardır. Құрметті отандастар, бауырлар, қазір мінекей біз осы Шерзат ағамыздың үйінде тұрмыз. Енді мынау кішігірім бір темірлері, мынандай бір аппараттары тұр екен. Бұнымен не жұмыс істейсіз десек, бұл ағамыз дәл осындай жағдайда қазір екі көзі көрмейді, бірақ мәшинелердің радиаторын жөндеумен айналысады екен. Маша Аллах. Бұл да бір Аллахтан. Қараңыз, екі көзі көрмейді, ол жүрегімен, ол миымен осы көліктердің қандай да бір радиаторларын жөндеп, отбасын асырап отыр. Біз сіздерге шынымен көмекке мұқтаж болған отбасының жағдайын көрсетіп жатырмыз. Сіздің жасап жатқан садақаңыз, сіздің жасап жатқан қайырымдылығыңыз мына әлемді өзгертпесе де, осындай бір шын көмекке мұқтаж болған адамның өмірін өзгертеді деп біз сіздерге үнемі айтамыз. Мінекей 5 жыл болған екен, осы Корея көмек қайырымдылық қорының ашылып, халыққа көмек көрсетіп жатқан. Біз кез келген адам бізден көмек сұраса, оның мысалға көмек көрсете алмаймыз оған. Біз шынымен көмекке мұқтаж болған адамдардың ғана әлеуметтік желіге шығарамыз. Құрметті отандастар, қолдан келгенше қолдайық, қолдауды көрсетейік. Мінекей қаласаңыздар, біз мекен жайларын қалдырамыз. Осы азаматты келіп, өздеріңіз тікелей көріңіздер. Өздеріңіз сұхбаттасыңыздар. Бізде уақыт аз. Қазір бұл ағамыз жақын күндері Оңтүстік Корея еліне қарай шығып кететін болады. Кореялық дәрігерлер бұл отандасымызды күтіп тұр. Тек қана бізге керек қазір қаржылай қолдау. Ең болмағанда осы видеоларды кеңінен таралуына себепші болыңыздар, отандастар. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.